Сіз қандай серіктессіз? 4 саны. Қоғамдағы орны, мәртебесі бар өмірлік серіктес маңызды. Ол қасында жауапты адамды көргісі келеді. Өзінің жұбынан ең бастысы сенімділік пен тұрақтылықты іздейді. Жұбының бойынан осы қасиеттер табылып жатса, отбасындағы басшылық, шешім қабылдау мәселесін жұбына беруге дайын. Қарым-қатынаста серіктесін оған қорғаныс, қолдау көрсетуі маңызды. Толық сенімнен шыққанын қалайды. 5 саны. Аяғына мықтап тұрған реалист іздейді. Ең бастысы басқалар сияқты аяғына нық тұрған адам болса болды. Мұндай адам үшін серіктес ең алдымен қорғаныс болып табылады. Оның мәселесін шешіп бере алатын, оны әрқашан қолдап отыратын серіктес іздейді. Әйел үшін табысты ер адам маңызды болса, ер адам үшін отбасы басшысы және жауапкершілікті өз мойнына алуға дайын. Оның міндеті материалдық жағдаймен қамтамасыз ету, отбасылық жауапкершілікті түсіну. 6 саны. Адам үнемі серіктесінің жанында болу қажеттілігін сезінеді. Бірге көп уақыт өткізгенді қалайды. Бұл кері әсер етуі мүмкін. Өйткені оның өзінің салауатты жеке кеңістігі болуы керек. Оған серіктесінің ол үшін күресіп, эмоциялар, мойындаулар көрсеткені ұнайды. Мұндай отбасында адамдар үнемі көшбасшылық үшін күреседі, жарысады. Дегенмен түбінде ол әрқашан серіктеске бағынады. Достар, жалғасын менің келесі видеомнан көре аласыздар. Ол үшін маған тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.